Тірісінде аты аңызға айналған, халқының жүрегінен ойып орын алған біздің жерлесіміз, тележүргізуші, журналист Бейсен Құранбек атындағы жасөспірімдер арасындағы байқауға мен, Марат Әсел, Мұхтар Арын атындағы номер 24 мамандандырылған лицейінің 9 сынып оқушысы қатысқалы отырмын. Байқаудың талабы бойынша қарапайым адамның үлкен тарихы атты тақырыбында бейнеролик түсіру үшін Көксу ауданының тумасы Тастанов Абдуали Төлегенұлымен кездесуге бара жатырмыз. Мен командамен бірге 19 шақырымды артқа тастап, Балқықби кентіне келіп жеттім. Біз бүгін менің сұхбатыма кейіпкер болғалы тұрған жанның қызмет орны Батыржан Оңғаров атындағы стадионға келіп жеттік. Тастанов Абдуали Төлегенұлы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, әлемнің 3 дүркін, Азияның 11 дүркін жеңімпазы болса да, қазіргі таңда қарапайым жаттықтырушы. Бүгінде зейнеткер болсаңыз да, жас ұрпақты спортқа баулып жүр екенсіз. Осы еңбек жолыңыз жайлы айтып берсеңіз. Мен зейнетке спорт мектебінен зейнетке шыққам. Соны 2022 жылы зейнетке шығып, содан бері осы балалармен осында жұмыс істеп жатырмын. Зейнетке шықсақ та өзім келем, міне Бүркіт деген бала, тағы балалар бар, Азияның чемпионы бар. Ол бүгін жаттығудан кейін жұмысына кетіп қалды. Асқар Сарсеков деген азамат. Қазіргі таңда біз енді биыл үлкен дода болды, Болгарияда өтті. Өкінішке орай мына Мұхаммед Бүркітбек жаңағы әлем чемпионы ғой. Өкінішке орай бұған қаражат бөлінбеді мектебінен. Әлем чемпионы. Биыл барғанда, биыл да чемпион, 100% чемпион болатын еді. Бұдан ұтылып жүрген балалар чемпион болып кетті. Өкінішке орай енді бара алмады. Бірақ оған мойымайды. Енді келесі жылға біз осы март айында бізде лицензия күресеміз. Тараз қаласында өтеді. Содан кейін Бишкекке жаңағы әлем чемпионатына, Азия чемпионатына өтеді деп жатыр жоспарлап. Содан біз ең басты мәселе Индияда әлем чемпионаты өтеді. Индияда. Соған біз бар немізді, соған биыл қайтсек те өзіміздің қаражат болса да биыл қалмай барамыз. Ұмтылыс болса, Қандай керемет. Ұмтылыс болса, сонан кейін арнайы жаттығуын жасасақ, сонан кейін осындай жаттығулардың арқасында баламыз чемпион болып жатады. Мен бұйыртса келесі жылы Қандай күшті. осындай жаттығулардың арқасында мінекей. Сәттілік тілейміз. Рахмет сіздерге, бізді келіп өстіп халыққа танытып, жаңағы осындай спортшылар бар екен, жаңағы мынау бізде арнайы жаттығу, біз көбінесе мынандай связкаға жұмыс істейміз. Столға келіп, мінекей Құдай тағала адамға бір нәрсе бермесе, бір мүмкіншілік береді. Сол жетістіктің бәрі өзінің жаңағы талмай еңбек еткеннің арқасы. Сіз қол күресіне қалай келдіңіз, қалай қызықтыңыз және қандай елдерде болдыңыз? Қол күрес біздің Қазақстанға 91 жылы келді. Мен оған дейін бала күнімде самбо күресімен айналысқам. Айта берсем, өте көптеген мемлекетте болдым. Бейсен Құранбек белгілі қазақ еліне белгілі журналист. Сол азамат мені халықтың алдына шығарып еді. 60 жасқа толатын кезімде осы 32 келі іртасын бір саусақпен көтереді. Бұнаны аға менен басқа ешкім білмейді. Бұны халық біледі деп жаңағы айтуға оңай деген бір передача болған ол кісінің. Осын мен 15 рет көтеріп, рекордтар кітабына енгем. Рахмет, сау болыңыз. Бізбен сұхбаттасқаныңызға рахмет. Сіздерге де көп рахмет, алғысым шексіз. Ауылдың қарапайым ғана жаттықтырушысының әлемді бағындырып 30 рет жетістікке жетуінің өзі қарапайым адамның үлкен тарихы болса керек.